Самал сезін бұл әуеннен, тереңді қалайсың байқатпай. Тарих. Осы бір сөзге мән беріп қарайықшы. Неше миллиондаған адамның тағдыры да, неше ғасырлық оқиғалар да осы тарихта. Халқымыздың тарихы жайында біз газет журналдардан оқып, кинолардан көріп жүрміз. Ал өзіміз өмір сүріп жүрген өлкенің тарихы жайлы білетіндеріміз шамалы. Бұлай болатын себебі бұл өлке әлі зерттелмеген. Тарихи археологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілмеген. Әйтсе де Ақшәулі өңірі шежіреге бай. Қаншама құпиялар ашылмай өткеннен сыр жасырып жатыр. Бұл өлкеде жоңғар шапқыншылығының сойқан қақтығыстары болып, Қабанбай, Бөгенбай батырлар жауға шапқан. Аты ел аузында жүрген Мүсіреп шешеннің осы жерде жайлағанын, оның Шерханның Мұстафасымен сөз таластырғаны екенін біле бермейді. Табиғаты да әсем, жері шырайлы өлкемізге талайлар тамсанып қараған. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз осындай қолайсыз ауа райында Ақшәулі өлкесіндегі Қараңгір мекеніне келдік. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай ерекше таңбалар бейнеленген. Тарих қойнауына еніп, сыр ұққанға не жетсін. Ақшәулі киелі мекен. Қарап, зер салыңыздар. Айналадағы тазалық үшін әрқайсымыз жауаптымыз. Біздің мектебіміз осындай қоршаған ортаны қорғауға бағытталған іс-шараларға көп жылдар бойы белсенді түрде қатысып келеді. Бұндай акциялар біздің мектебіміздегі оқушыларды тазалыққа баулып қана қоймай, сонымен қатар оны ары қарай дамытуға үлкен септігін тигізуде. Көріп тұрғандарыңыздай, мектеп ауласында осындай әдемі гүлдер мен түрлі ағаштар өседі. Біз бұл гүлдерді күн сайын суғарып, көктем сайын жаңартып отырамыз. Осындай мектеп ауласын тазартуға көптеген шаралар мен акциялар жүргізіледі.